былай ғой, негізі байқайсыздар ма? Құқық деген ол құқық қой дейді да. Өйткені себебі не бұның себебі? Біріншіден, мектепте сізді үйреткен жоқ. Үйреткен жоқ. Шын ғой. Айтыңыздаршы, мектепте үйретті ме? Менің өзім заңгермін ғой қазір. Сол мектепте жүрген кезде бізге құқық негіздерінен сабақ берген адам, географиядан сабақ беретін апай, бір нәрсе түсініп шықтым. Көшеде терезе сындыруға болмайды. Болды, басқа ештеңе түсінген жоқпын. Бұнда түсінген жоқпын шынымен. Құқық деген не, міндет деген не, неше жастан бастап мен жауап беремін, тағы басқа. Ештеме жоқ. Ештеме жоқ. Шынымен ештеме жоқ. Ал одан кейін мектепте қазірдің өзінде бір-ақ класс оқиды, 9-шы класс. Мен 10-шы сыныпқа біз оқулық жазған автор ретінде айтайын. 10-шы сыныпқа біз жазғанбыз. Сондағы ең көп таяқ жеген автор менмін. Неге? Өйткені себебі сіздің мысалдарыңыздың бәрі қатыгез. Неге? Өйткені себебі сіз қылмыс туралы айтасыз. Ана айтамын, 10-шы кластың баласы неше оқиды? 16-17-де. 10-шы кластың баласы оны оқиды, 16-17 жаста. Ал оларды білесіз бе сіз, 14 жастан бастап жауап беретін 30 қылмыс бар. Оның ішінде кісі өлтіру бар, тонау бар, қарақшылық бар. Ойлап көріңіз, зорлау бар. Мен енді кісі өлтіруді романтикалық тұрғыда түсіндіре алмаймын. Кісі өлтіруді қалай болатынын түсіндіремін. Яғни жасамау керек екен. Ұрлықтың қандай екенін түсіндіруім керек. Қарақшылықтың қандай екенін түсіндіруім керек. Сізді мектепте үйреткен жоқ. Мойындайсыз ғой? Ең қызық жері, ең парадокс жері. Мектепте құқықты үйрететін маман жоқ. Біз Конституцияда құқықтық мемлекет құрдық деп қоямыз. Бірақ мектеп жасындағы балаға құқықты үйрететін маман жоқ. Ондай мамандық жоқ атымен. Тарихта өтетін тарих маман бар. Физиканы өтетін физика пәнінің мұғалімі деген маман бар. Математиканы өтетін математика пәнінің мұғалімі деген бар. Математика, ғылыми математикамен айналысатын математик бар. Бірақ құқықты үйрететін маман жоқ. Кезінде болған құқықты үйрету методикасы деген. Тарих факультетінің ішінде. Бір 5-6 жыл ғана жұмыс істеді де, соны тоқтады. Парадокс па? Парадокс. Ешқашан сіз заңгерді мектепке келе алмайсыз. Оны біріншіден мектептің директорлары жолатпайды, өйткені оның педагогикалық білімі жоқ. Және тағы да басқа мәселелері бар. Өзінің мектеп директорларының тағы да басқа өзінің шешкісі келетін. Так, ал екіншіден, заңгер ол мектепке келіп, оның тамызып беретін 60 мың 80 мың теңгесін алғысы келмейді. Одан да соны бір процеске, соттық процесіне барып, ала салғаным дұрыс, содан 2 есе 3 есе деп ойлайды. Солай ғой? Мектепте үйреткен жоқ. Университетте үйретті ме сіздер? Яғни заңгер еместер университетте. Құқық негіздер деген сабақ болды ғой? Құқық негіздер деген сабақ болған шығар, бірақ мен есімде жоқ. Есіңізде жоқ. Сіздер активно қатыспай отырсыздар ғой, онлайн қатысушылар. Кішкене былай белсендірек. Лекция болған шығар. Общий лекция болатын аптасына бір рет па? Иә, семинар болмайтын ода. Соңында емтихан тапсыратынбыз. Зачет тапсыратынбыз. Иә. Вот зачет тапсыратынбыз. Иә, зачет тапсыратынбыз. Зачетқа реферат жазып барасың, реферат жазғанда зачет қояды. Солай болады. Осы оқулыққа да ана Баяновтың жаңағы басшылық етуімен, Баянов Есмұхан Баянович деген үлкен атамыз қайтыс болып кетті. Сол кісінің басшылық етуімен мен бір 6-7 жыл осы оқулыққа да автор ретінде, авторлардың бірі ретінде қатысқам. Үлкен қалың кітап, құқық негіздері деп аталатын, заңгер еместерге арналған. Енді онда бізде жоспар бар, біз кішкене жазамыз, бірақ ол біз үшін ол оп-оңай нәрсе болып тұрады. Бірақ қарапайым халық үшін, басқа маман үшін ол күрделі. Ол адам құқықтың не екенін, міндеттің не екенін мен түсіндіруге міндетті емес, өйткені себебі мен қылмыстық құқықпын. Ал оны мемлекет және құқық теориясының түсіндіретін бөлігінде оқу керек. Ал оны ол қандай маман кездесті оған? Зуылдатып айта шықты ма, әлде былай ма? Сондықтан университетте оқыған жоқсыздар. Ал университетте оқымаған адам мүлдем оқыған жоқ. Сондықтан біз қажеттілігін түсінуіміз керек. Біз өз хақыларымызды талап ете білгенде ғана біз өзімізді адам ретінде сезіне аламыз және мемлекеттің құрушысы ретінде, құрушысы ұлт ретінде және құрушы азамат ретінде сезіне аламыз. Ал былайша ынжық, былжырақ болып жүре береміз. Сондықтан сізді мектепте үйреткен жоқ, университетте үйреткен жоқ. Енді осы оқулықтың орнын толтырайық деп біз осы курсты бастадық.